әмме нәрсені құдіретіменен басқарып тұрған Құдай қаншелі ұлы. Аспан оның ұлылығы туралы хабарлап, көктегі бұлтлар ол жаратқан әжайып жаратылысты көрсетпекте. Олар әр күн сайын айтуын давам етіп, әр түн сайын ол хақында уалық береді. Құдай аспанды жаратқан уақытта жерді де жаратты. Һәм жердің топырағынан адамды жаратып, оған өмір демін үрледі. Сүйіспеншілікке толы Құдай еркек пенен аялды қарым-қатынаста болу үшін оларды өзіне ұсатып жаратты. Дәслеп олар Құдайға сыйынып, оны хүрмет етті, һәм оның менен толық келісімді жағдайда жасады. Жеуге қадаған етілген теректің мейвесінен алып жеу үшін оларды шайтанның азғырған күніне шекем бұл жағдай давам етті. Олар мейвені жеп, Құдайға қарсы шықты, һәм өз жолыменен кетті. Күнә істегені себеплі адам Құдайдан айырылды, һәм Еден бағынан қуып жіберілді. Бірақ Құдай бәрібір адамды жақсы көрді. Ол өзі жаратқан адамынан ажыралуды ешқашан қаламаған еді. Соның менен бірге мұқаддес һәм мінсіз әділдіктің тикары болған Құдай адамды күнәсі үшін қалай жазасыз қалдыру мүмкін еді? Өзінің мұқаддес кітабында Құдай дүнияны үкімнен құтқару хақындағы өзінің жобасын ашып берді. Оның жобасы бірінші болып Ибраимға ашылған еді. Ибраим хақ адам еді. Құдай оны жарылқауды, һәм оның ұрпақларын аспандағы жұлдызлардай, һәм теңіздегі құмлардай сансыз дәрежеде көбейтуді уәде етті. Құдай Ибраимның бойсынушылығын тексеру үшін оған ұлын құрбанлыққа шалуды бұйырды. Ибраим Құдайға сенді, һәм оған бойсынды. Ол баласын шалу үшін пышағын көтергенде, Құдайдың періштесі оны тоқтатты. Ол Ибраимның Құдайдан қорқатығының, һәм оған бойсынатығының көрді. Сонда Ибраим қалың пұталықта шақлары оралып қалған қошқарды көрді, һәм оны әкеліп, баласының орнына құрбанлыққа шалды. Және де Құдай Ибраимға адамзаттың күнасы үшін төленетұғын ең соңғы құрбанлық жіберілмегенше, күнаның уақытша төлемі ретінде қой, ямаса сол сияқлы хайуанларды құрбанлыққа шалу керектігін көрсетті. Құрбанлық Құдай һәм адамзат арасындағы байланысты тікілеуі керек болды. Дүнияның күналары үшін ақырғы құрбанлық болып келетұғын біреу хақында мұқаддес кітап сөз етеді.
Ибраимның ұлының орнына қошқар қалай құрбанлық болған болса, сол сияқлы ол да адамзат кешірімге ие болу үшін оның орнына құрбан болды. Айрымлар бұл адамды Құдай менен дүнияны бір рет һәм мәңгіге жарастыру үшін келетұғын Масих деп атайды. Масих дүнияға келмесінен 100 жыллар алдын пайғамбарлар алдын ала ол хақында толық айтып кеткен еді. Ишая пайғамбар оның караматлы түрде туылатұғыны хақында алдын ала былай деген еді. Қыз хәмледар болып ұл туады. Рухи мәністі ол Құдайдың ұлы деп аталады. Михей пайғамбар Масихтың Бейтлехемде туылатұғының алдын ала айтқан еді. Зекерия пайғамбар болса, оның Иерусалимге ешекке мініп келетұғыны һәм шәкіртлерінің бірі оған сатқындық істейтұғыны туралы алдын ала айтқан еді. Ишая Масих жерге келгеннен кейін не істейтұғыны туралы бұлай деп пайғамбаршылық етті. Жаратқан ием мені жарыларға қошқабар жариялау үшін тайынлады. Жараланған дәртлі жүректерге шифа беру үшін, азап шеккендердің еркіндікке шығуын һәм тұтқынларға қамақханалардың ашылатұғынын жариялау үшін жіберді. Солай етіп Масих кім еді? Бірінші әсірде Иса деген пайғамбар дүнияға келді. Кейбіреулер пайғамбарлар алдын ала айтқан адам ұсы болса керек деп ойлады. Пайғамбарлардың алдын ала айтқанларының әммесі оның өмірінде орынланды ма? Иса пайғамбардан ұлы болды ма? Оның өмірі мұхаддис кітапта жазылған, оны көрген адамлардың тірі гуалықларына текарланған. Исаның рөлін ойнауға еш бір актер лайықлы болмаса да, бұл фильм біздер Исаның өмірін түсінуіміз үшін суретке алынған. Үрметлі Теофил, өзіңізге үйретілген бұл талиматтың хақиқи екенін сізді білуіңіз үшін, мен де бастан аяқ әммесін мұқиятлап үйреніп шығып, барлық уақияларды ізбездікпенен баян етіп атырман. Рим империясын Қайсар Август, Яхудия елін патша Хирот басқарды. Сол уақытта Құдай тарапынан Жәбраил періште Насыра қаласына Мариям атлы қызға жіберілді. Қорқпа, Мариям, сені Құдай жарылқаған. Сен әмледар болып ұл туасаң, оның атын Иса деп қоясаң. Бұл қалай болады? Еле қызбан ғой. Сенің үстіңе мұқаддес рух түседі, әм құдіретлі Құдайдың күші саған саясын салады. Сондықтан да сеннен туылacak мұқаддес бала Құдайдың ұлы деп аталады. Кейін Мариям Яхуда ұруының бір қаласына қартайғанда хәмледар болған апасы Елизабетаның үйіне кетті. Елизабета, Мариям, сіңлім менің. Аялар арасында сен бақытлысың. Ішіңдегі бала да бақытлы. Сәлем берген даусыңды естігенде, ішімдегі нәресте қуаныштан қимылдап қоя берді. жаным Құдайымды алғыслар. Құтқарушым, Құдайға рухым шадланар. Енді мені әмме бақытлы деп атайды. Насыра тұрғылары, біліп қойыңлар. Рим патшасы Қайсар Август тарапынан Галила һәм Яхудия өлкелерінің барлық тұрғыларын тізімнен өткеру туралы фарман шықты. Hər bir адам өзінің ата-бабасы туылған қалаға барып, тізімнен өтуі шарт.
Maryam kuyuvi Yusuf bilan tizimdan o'tib uchun Galiladagi Nasra qalasına yo'lga chiqdi. Yahudiyadagi Betlehem deb atalgan Davudning qalasına keldi. Mehmonxonada o'rin yo'q bo'lganlikdan ular Afvoyi Malxoradan pana topdi. Sol yerde өз падасын далада қарауылап атырған шопаллар бар еді. Тосаттан олардың алдында жаратқан иеміздің бір періштесі пайда болды. Һәм иеміздің салтанаты оларға нұрын төкті. Бүгін түнде Дауыттың қаласында сіздердің құтқарушыңыз Масих туылды. Сонда шопаллар асығыслық менен келіп Малхорадағы нәрестені көрді. Олар құтқарушының туылғанлығы хақындағы қош хабарды бірінші таратушылар болды. Арадан 8 күн өтіп нәрестені сүннет еткенде, оның атын Иса деп қойды. Һәм жаратқан иемізге арнау үшін оны Иерусалимге алып келді. Сол вақытта Иерусалимде Шимон атлы әділ һәм діншіл бір адам бар еді. Мұхаддес рух оған Масихты көрмегенше өлмейтұғынан алдын ала айтқан еді. Өзің айтқандай, енді қолыңды бұл дүниядан амарлық пенен жібере көр. Себебі өзлерім құтқарушыны көрді. Бұл баланы Құдай таңлаған. Сіздерге Құдай яр болсын. Олар жаратқан иеміздің низамы бойынша барлық тиісті нәрселерді орындап болғаннан соң, Галиладағы өз қаласын Насраға қайтып келді. Исаның ата-анасы әр жылы құтқарылу байрамында Иерусалимге баратығын еді. Иса 12 жасқа толғанда әдеттегідей Юсуп пен Мариям Иерусалимге байрамлауға келді. Байрам күндері тамам болғаннан соң олар үйіне қарай жолға шықты. Ал Иса Иерусалимде қалып қойған еді. Бірақ бұны ата-анасы білмеді. Олар оны 3 күннен кейін тапты. Иса ибадатханада мұғалімдердің ортасында отырған еді. Бұл сұрауларды беріп отырған кімнің баласы? Ол Насралы. Bizlerden adasып қалған еді. Оның әдепсізлігін кешірің. Оны тыңлағанлардың барлығы оның ақылына һәм берген жауапларына хайран қалысты. Балам, сен неге бұлай іздедің? Біздер әкең менен екеуміз қатты қауітерленіп, іздемеген жеріміз қалмады. Сіздер мені неге іздедіңіз? Менің әкемнің істеріне қатынасу керек екенін білмейсіздер ме? Иса ата-анасы менен Насра қаласына қайтып келді. Оның жасы да, ақыл даналығы да өсіп, Құдайдың һәм адамлардың сүйіспеншілігіне бөленіп барды. Рим патшасы Тибериус салтанатының 15 жылында Яхудия өлкөсінде Понтий Пилат хакімлік қылды. Хирод Галиланы басқарды, Ханна менен Каяфа бас рухани еді. Сонда Құдай шөл далада жасап атырған Зекерияның ұлы Яхияға Иордан атрапындағы барлық өлкөлерді аралап, адамларға күнәларының кешірілуі үшін тәубеге келіп суға шомылдырылу хақында уаз айтуын бұйырды. Тәубе етіңлер, шомылдырылыңлар. Құдай күнәңізді кешіреді. Ишая пайғамбардың кітабында жазылғанындай, шөл далаларда біреу бақырар, иемізге жол таярлаңлар. Оның жолын дүзетіңлер, әрбір ойпатлық толтырылсын, әрбір тау төбе пәске шөксін, қисық жоллар дүзетілсін. Оdur жерler tegісленсін,
Sonda pötkül adamzat Kudayдың құтқаратығынын көреді. Bizler ne etmemiz gerek? Ey uğulu жылалар нәсілі! Bizlerden ne etmemiz kalesi? Bizlerge ашып бер. Qayсы жолдан баруымыз керек екенін көрсет. Кімнің екі киімі болса, біреуін киімі жоққа берсін. Кімнің наны болса, оны бөлсін. Ұстаз, bizler salықшылармыз. Bizler ne esleyik? Belgileнгеннен артық алмаңлар. Al bizler şey. Bizler ne etlik? Ешкімді тонап, ақшасын алмаңлар. Hem ешкімге жәбір бермеңлер. Хақыңызға қанаат етіңлер. Aytçı, sen Masih mısın? Мен сізлерді су менен шомылдыраман. Бірақ меннен кейін құдіретлі біреу киятыр. Мен оның аяқ киімінің бауын шешуге де лайықсыз бар. Ол сізлерді мұқаддес рух һәм от пенен шомылдырады. Оның жабасы қолында. Ол бидайын тазалап, ғаллеханасына жинайды. Muqaddes ruh kepter pişinde İsa'nın üstüne düştü. Hem aspandan sen menin suyuklu olumsan, men sağan rizaman degen saza keldi. İsa өз қызметін бастағанда 30-лар шамасында еді. Ол мұқаддес рухқа толып Йордан дариясына қайтып келгенде, рух оны шөл далаға алып барды. Шайтан оны сол жерде 40 күн сынады. Ол сол күндері еш нәрсе жемеді. Олар тамамлануға шамаласқанда ол жүдә аш еді. Шайтан оған былай деді. Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, мұны тасқа бұйыр, ол нанға айлансын. Былай деп жазылған. Адам тек нанмен емес, ал Құдайдың сөзімен жасайды. Сонда шайтан Исаны биік таудың басына шығарып, оған бір дәмді дүнияның барлық сан салтанатын көрсетті. Мен осы мемлекетлердің бүткіл билігін, һәм олардың сан салтанатын саған беремен. Себебі олар маған берілген, оларды қалеген адамға беремен. Егер маған табынсаң, әммесі сенікі болады. Былай деп жазылған, Құдай иеңе табын, һәм тек оған қызмет ет. Шайтан оны Иерусалимге алып барып, ибадатхананың төбесіне тұрғызып қойды. Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, өзіңді бұл жерден төмен тасла. Себебі былай деп жазылған ғой. Ол өз періштелеріне сені сақлап қалуға бұйрық береді. Аяғыңды тасқа ұрып алмауың үшін, олар сені қолдарына көтеріп алып кетеді. Мұқаддес кітапта Құдай иеңді сынама деп айтылған.
Keyin İsa o'zi o'sgan Nasra qalasına qaytib keldi. Selim. Salim. İsa o'z adeti bo'yicha shanba kuni majlisxonaga bordi. Sonda onu İşaya payg'ambarning kitobini o'qish uchun chaqirdi. Құдайның рухы менің үстінде. Ол мені жарыларға қош хабар айту үшін таңлады. Тұтқынлардың азат болатуының, соқырлардың көретуінің хабарлауға, азап шеккендерді азат қылу үшін, Құдайдың құтқаруы жақындағанын айту үшін тайынылады. Ол жүде жақсы сөйледі. Sizler естіген мұқаддес жазулар бүгін орынланды. Жазулар орынланды? Оларды тек Масих қана орынлай алады ғой. Бұны қалай білеміз? Маған шпакір өзіңді өзің емле деген нақылды айтып, бұлай дейсіздер, Капернаумда істерің hakkında естідік, ана жұртында да соларды істе. Сіздерге айтатұғыным, ешбір пайғамбар өз отанында қабылданбайды. Оларды айтып ол İsa өзінің халқын құтқару үшін жіберілгенін, hem Құдай tarafından tayinlangan Masih ekenini anıq bildirdi. Бірақ Yahudi халқы оның Masih ekenini tan almadı. Олар оны тік жардан таслап жіберу үшін сол қала құрылған таудың басына алып барды. Бірақ İsa олардың арасынан өтіп өз жолына түсті. Сөйтіп ол Галиладағы Капернаум қаласына келді. Рим езушілігі бұрын көрілмеген дәрежеде күшлі еді. Адамлар Масих келіп, bizlerді бұл зұлымлықлардан азат етеді деп күтті. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam ustaz. Simon, қайғы мені көтереме? Elbette. Ол бізді тастап кетпекші ме? İsa, bizlerge түсіндір. Sizlerge ta'lim ber. İsa, bizler menen söyle. Екі адам дуа ету үшін абадатханаға келіпті. Біреуі Парисей, ал екіншісі салықшы екен. Парисей тұрып алып бұлай деп дуа етіпті. О, Құдайым, мен басқа адамлардай тонаушы, алдаушы, бұзық ямаса хәтте. Мұна салықшы сияқлы болмағаным үшін саған шүкірлік етемін. Әптеде 2 рет ораза тұтамын. Әм барлық табысының оннан бірін беремін. Салықшы болса алыста тұрып көзін аспауы көтеруге батылы бармапты. Ол қатты өкініп бұлай депті. О, Құдайым, мен де күнәһарға рахмет. Сіздерге айтатұғыным, Парисей емес, ал ұсадым көбірек ақланып үйіне қайтыпты. Себебі өзін жоғары тұтқан әр бір адам пәс етіледі. Ал өзін пәс тұтқан адам жоғары болады. Тереңірек жерге жүзіп барып, өз жолдастармен балыққа ау салып. Ustaz, түні менен ау салып, еш нәрсе ұстай алмады.
Бірақ сенің сөзің бойынша ауды саламан. Якып, Юхан! Yakıp! Yukan! Derman gelingler! Bizimle yardım veringler! Yardım bir almayımız, kollarımız bön! Gelingler! Yeter, yeter. Ем, қасымнан кет. Мен günahkar адамман. Қорқпа. Енді адамларды аулайтын боласың. Маған келіп менің сөздеріме құлақ салсаңыз, жанларыңыз тірі болады. Жаратушыны іздеңдер, себебі оны табуға болады. Оны шақырыңлар, себебі ол жыдай жақын. Нақақлар өзінің жолынан, ал нызамсыздар өз пікірінен қайтсын. Егер иеңізге бет бұрсаңыз, ол сіздердің барлық күнәларыңызды кешіреді. Себебі ол мейірім шапатлы. Солай етіп, шаттықпенен барсаңлар, аманлықпенен шығарып салынасыздар. Ол кәдір, әне ол, қара! İsa, ötüneme, kızıma şartem et, kutkara gör. Ol 12'ge çıktı, ol ölecek, İsa. Birge barayık, İsa. Пайдасы жоқ. Rahmet, ustaz. Қызың өліп қалды. Енді ұстаздың тынышын алма. Қорқпа. Тек сен қызым құтқарылады. Жыламаңлар. Ол өлген жоқ, тек ұйқылап атыр. Қызым, Түргел. Оған ауқат беріңдер. Бұйыраман. Болған оқияны ешкімге айтмаңлар. Бұнан кейін Иса сол жерден шығып, салық кеңсесінде отырған Леви атлы салықшыны көрді. Ісім Мейер.
Сол күнлері ол дуа ету үшін тауға шықты. Һәм бүткіл түнді Құдайға дуа ету менен өткізді. Таң атқанда шәкіртлерін қасына шақырып алып, 12-сін таңлап алды да оларды елшілер деп атады. Олар Петр деп аталған Симон, оның інісі Андрей, Яқып, Юхан, Филипп, Бартоломей, Матта, Томас, Альпейдің ұлы Яқып, отан сүйер деп аталған Симон, Яқыптың ұлы Яхуда, һәм кейін Исаға сатқынлық істеген Яхуда Искариот еді. Жарлылар бақытлысыздар. Себебі Құдай патшалық сіздердікі. Аш жүргенлер, сіздер бақытлысыздар. Себебі тоқ боласыздар. Жылап жүргенлер бақытлысыздар. Сіздер күлесіздер. Адамлар сіздерді шөк көрсе, шет етсе, қорласа, бақытлысыздар. Адам ұлы үшін жаман сөз ескеніңізде, қуанып, шадлыққа бөленіңдер. Себебі аспандағы сыйлығыңыз үлкен. Олардың ата бабалары да пайғамбарларға осылай істеген. 16, 17, 18, 19, 20. Менде барымның болғаны. Барымның болған деген Ей байлар, сіздер хәсірет шегесіздер. Сіздер хәзіліңізді алып болдыңлар. Ол бай болуды қаламайды, ол ақылсыз. Күліп атырғанлар хәсірет шегесіздер. Сіздер өкіріп жылайсыздар. Әмме сілердің мақтасы хәсірет шегесіздер. Себебі олардың аталары жалған пайғамбарларға осылай қылған. Бірақ менің айтатұғыным, дұшпаныңды жақсы көр. Өзіңді жек көретұғынларға жақсылық қыл. Сені қарғайтұғынларға жақсылық тіле. Пісент етпейтұғынлар үшін дуа ет. Бетіңнің бір жағына ұрғанға, екінші бетіңді тұт. Шапаңды тартып алғанға, көйлеңді алуға рұқсат ет. Сенен сұраған әрбір адамға бер. Сенікін алған адамнан қайтарып беруді талап қылма. Басқалардан өзіңе не қалсең, сен де соны істе. Егер тек өзіңді жақсы көргендер жақсы көрсең, бұл үшін қандай алғыс аласың? Күнәкарлар да солай істемей ме? Егер өзіңе жақсы қылғанларға жақсы қылсаң, бұл үшін қандай алғыс аласың? Күнәкарлар да осылай қылады ғой. Оған қалай қол тигізеді екен? Ол оның менен қалай сөйлеседі екен? Бұзақы.
Яқ. Дұшпанларыңызды жақсы көріңлер. Һәм оларға жақсылық қылып, қарыз беріңлер. Сонда сіздер үлкен сыйлық алып, құдіретлі Құдайдың балалары боласызлар. Себебі ол жаман адамларға да мейірімді. Әкеңіз мейірім шапатлы болған сияқты, сіздер де мейірім шапатлы болыңлар. Исо, құтқар біздерді. Үкімет пе, сен де үкім етілмейсің. Айыплама. Сонда сен де айыпланбайсың. Кешір. Сонда сен де кешірілсің. Басла біздерді, Иса. Беріңдер, сонда сіздерге де беріледі. Қандай өлшеммен өлшесеңдер, сіздерге де сондай өлшеммен беріледі. Соқырды соқыр жетелеп жүр алама. Екеуі де бір шұқырға құлап түспей ме? Сен неге туысқанның көзіндегі шөпті көріп, өз көзіңде қаданы сезбейсің? Басла біздерді, ұстаз. Ем, біздер менен бірге бол. Ем, сені туған ана қандай бақытлы. Құдайдың сөзін тыңдап оны орындаушылар оннан да бақытлырақ. Мен оның кім екенін білгім келеді. Сен оны Масих деп ойлайсың ба? Парисейлердің бірі оны бірге ауқатлануға мұрат етті. Иса оның үйіне кіріп дастархан әтрапына отырды. Қане балалар, кетіңдер. Айттым ғой. Ол кетіңдер. Олар беймазашылық етуді тәуір көреді. Ол бұл жерде не қып жүр? Білмедім. Ол не үшін келген? Ол не істеп атыр? Егер ол пайғамбар болса, оған қолын тигізіп тұрған хаялдың кімлігін, һәм оның қандай хаял екенін білер еді. Ол күнәһар хаял ғой. Симон, оның кім екенін білемін. Маған құлақ сал. Бір қарыз берушінің екі қарыздары бар екен. Біреуінің 500, басқасының 50 динар қарызы болыпты. Бірақ олар төлей алмағандықтан ол екеуін де кешіріпті. Қайсысы оны көбірек жақсы көреді? Мен ойымша қарызы көбірек кешірілген. Ауа, дұрыс айтасың. Бұл хаялды көріп тұрсам ба? Үйіңе келгенімде сен маған аяқларым жуатын суда бермедің. Ал ол болса көз жасарымен аяқларым жуып шашларымен сүртті. Сен менің бетімнен де сүймедің. Ал ол мен келгеннен бері аяқларым сүйіп атыр. Сен болса басыма майды жақпадың. Ал ол аяқларыма иіс май жақты. Шынын айтаман. Сүйіспеншілігі күшті болғандықтан оның көп күнәлары кешірілді. Себебі кім аз кешірілсе, сол аз жақсы көреді. Күнәларың кешірілді. Сені құтқарды, амин, сен бара бер. Bundan кейін ол қала һәм ауылдарды аралап, Құдай патшалығының қош хабарын жариялап жүрді. Оның менен бірге 12 шәкірті, және де жауыз рухлардан һәм аурулардан азат болған бірнеше хаяллар да болды. Олар Магдалалы Мариям, Хираттың сарай басқарушысы Хузаны хаялы Юханна,
Suzanna ham o'zining mol-mulki bilan xizmat etib yurgan boshqada ko'plagan xayollar edi. Өлkө hukmdori Xirad o'z inisining hayoli Xiradiyat sababli ham boshqada barliq jomon ishlari sababli Yahya tarafidan oshkora yetilgani uchun Yahyani qamatib tashladi. Сөйтіп, Найнның дарвазасына жақындағанымызda, бір жесір хаялдың жалғыз баласының өлігін көтеріп шығып жатыр еді. Иеміз хаялды көрді де, жаны ашып, табытқа қолын тигізді де, балам, орныңнан тұр деді. Өлі тіріліп кетті. İsa onu anasına tапсырды. Онан, сен келетіғын құтқарушы сен бе, я басқасын күтейік бе деп сора. Ұстаз. Ұстаз. Ұстазымыз Яхия біздерді келетіғын құтқарушы сен бе, я басқасын күтейік бе деп сұрау үшін жіберді. Барыңлар, естіп көргендеріңіз оған айтыңлар. Соқырлар көріп, ақсақлар жүріп атыр. Маған күмәнсіз сенгелдер бақытлы. Аға, мені жоғарғы көте. Неме отыр? Енді көрдің бе? Мен сені көрдім. Бір тұқым себуші тұқым себуге шығыпты. Тұқымлардың базылары жол шетте түсіп аяқ астында қалыпты. Құслар оларды шоқып жеп қойыпты. Базылары тастаққа түсіпті. Көгеріп шыққанда ағалық аз болғандықтан қурап қалыпты. Базылары тікелер арасына түсіпті. Тікелер олармен бірге өсіп, тұншықтырып тастапты. Басқалары өнімлі жерге түсіп, өсіп шығыпты. Һәм олар 100 есе зүрәхет беріпті. Ұстаз, не үшін халыққа бархолла тымсал менен сөйлейсіз? Құдай патшалығының сырларын білу сіздерге берілген. Ал басқаларға тымсаллап айтылады. Сондықтан олар қараса да көрмейді. Естсе де түсінбейді. Бұл тымсалдың мәнісі мынандай. Тұқым, бұл Құдайдың сөзі. Жолға түскенлері мынаны білдіреді. Олар сөзі естеді, бірақ сенбеуі һәм құтқарылмау үшін шайтан келіп жүректерінде сөзді алып кетеді. Таслаққа түскенлері мынаны білдіреді. Адам сөзді естіп, қуанышпен қабыл етеді. Бірақ тамырсыз болғандықтан, уақытша ғана сеніп, сынау уақыты келгенде иманнан қайтады. Ал тікелер арасы түскенлері мынаны білдіреді. Адам сөзді естеді, бірақ ташвишлер, байлық һәм хәзілдер астында тұншығып, зүрәтіп піспей қалады. Ал өнімлі жерге түскенлері мынадай. Адам сөзді естеді, оны жақсы һәм пәк көлінде сақлап, шыдамлық пенен зүрәт береді. Ешкім шыраны жағып, оны ыдыспен жауып, я кәттің астына қоймайды. Ал кіргенлер жақлық көрсін деп, оны шыра қойғышқа қояды. Себебі ашылмайтын еш қандай сыр, мәлім һәм ашкара болмайтын еш қандай жасырын нәрсе жоқ. Қалай тыңлағаныңа диққат аудар. Кімде бар болса, оған қосымша беріледі. Ал кімде жоқ болса, өзіңде бар деп ойлағанда тартып алынады. Ұстаз, анаң һәм туысқанларың сыртта тұр.
Олар сені көрмекші. Кімлер Құдайдың сөзін тыңлап оны орынласа, анам да, туысқандарым да солар. Күнлердің бірінде Иса шәкіртлері менен қайыққа мініп, оларға көлдің арғы жағасына өтейік деді. Солай етіп олар жөніп кетті. Олар қайықта жүзіп бара тұрғанда Иса ұйықтап қалды. İsa! Uyan! Bizler nabıt olacakmış! Ustaz! Bizleri de kurtar! Halkın kayıklı suya doldurdu! Batıp gidecekmiş! Ustaz! Bizler kurtarıldı! Kurtarıldı! Сеніміңіз қане? Олар Галиланың қарсында жайласқан Гадар өлкөсіне қайықпенен жүзіп барды. İsa! Öğretli Құдайдың ұлы! Менің не жұмысың бар? Өтінемін, мені қинама! Сенің атың кім? Үлкен топар. Иса, өтініш, біздерді тұңғиыққа жіберме. Рұқсат ет. Шошқа батасына кірейік. Hey! Қайт кейін! Тоқта! Тоқта! Жіндер адамнан шығып шошқаларға кірді. Тоқтаңлар! Кет бұл жерден! Сен дуақансың! Жоғал! Кет бұл жерден! Жоғалыңлар! Әммеңіз жоғалыңлар! Қай жерге барсаң да ізіңе еремен. Рұқсат ет, бірге барайын. Үйіңе қайт. Құдайдың саған не істегенін айтып бер. Иса һәм оның шәкіртлері Бетсайдаға келді. Бірақ халық бұны біліп, оның ізіне ерді.
күн кеш болғанда Петр былай деді. Ұстаз, халықты тарқатып жібер. Атраптағы ауыл илатларға барып, ауқат тапсын. Себебі бұл бір елатсыз жер ғой. Оларға сіздер ауқат беріңдер. Біздерде 5 нан менен тек 2 балық бар. Өзінің ұлылығы үшін жерімізге нанын әметкен Құдай иемізге шүкір. Adam inanmazday hadise. Халық мені кім деп санайды? Кейбіреулері шомылдырушы Яхия дейді. Ал базылары Ілияс деп санайды. Және басқалары бұрынғы пайғамбарлардың бірі тіріліп келіпті деседі. Ал сіздерше, мені кім деп санайсызлар? Құдай жіберген Масихсан. Бұны ешкімге айтпаңлар. Адам ұлы көп азап шегуі тиіс. Ол қабыл алынбай өлтіріліп, үшінші күні қайта тірілуі лазым. Each day and unsucceed to the following day. Each night repeats it to the next. Менің ізіме кім ереді? Мен еремен, ұстаз. Бірақ дәслеп үй ішіменен қоштасып келуіме рұқсат ет. Сүруді бастап артына қарай беретін адам Құдай патшалығына лайықсыз. Кімде-кім менің ізіме ергісі келсе өзінен кешіп, өз атанақ ағашын алып ізіме ерсін. Өз жанын сақламақшы болған оны жоғалтады. Өз жанын мен үшін жоғалтқан оны сақлап қалады. Адам бүткіл дүнияны иелегені менен өз жанын жойтса, онынан не пайда? Кімде-кім менен һәм менің сөздерімне арланса, адам ұлы да онынан өзінің, әкесінің, һәм мұқаддес перішелердің салтанатында арланады. Шынын айтамын. Араңыздағы базылар Құдай патшалығын көрмегенше өлмейді. Бұл сөздерді айтқаннан соң 8 күндей өткенде, Иса, Петр, Юхан һәм Яқыпты қасына алып, дуа ету үшін тауға шықты.
Ол дуа етіп тұрғанда оның түр-түсі өзгерді. Һәм киімдері аппақ түске еніп жарқырап кетті. Сонда екі ер адам оның менен сөйлесіп тұрды. Олар Муса һәм Ильяс пайғамбарлар еді. Сен Құдайдың белгілеген ісін тамамлайсаң. Сен Иерусалимді дүниядан өтесең. Олар Исаның қасына кете баслаганда Петр Исаға былай деді. Ұстаз, бұл жерде болғанымыз қандай жақсы. Үш қос сұрайық. Біреуі саған, Петр ұсыларды айтып тұрғанда бір бұлт пайда болып, ал біреуі Ильясқа. оларды қаплады. Һәм бұлт ішінен, «Бұл менің таңлап алған ұлым, оны тыңлаңлар» деген саза естілді. Ustaz, өтінемін. Балама нәзір салып көр, жәрдем бері көр. Жалғыз ғана ұлым еді. Шәкіртлеріңнен жәрдем сорап едім. Бірақ қолынан келмеді. Әй, сен бейтіғын адасқан әулат. Қашанға дейін сіздерменен бірге болып шыдайман. Әкел балаңды. Hatta onun beti de yazılıp gitti. Qanday karamat. Yahyaның шәкіртлеріне үйреткеніндей біздерге де дуа етуді үйрет. Бұлай дуа етіңлер. Аспандағы әкеміз, атың мұқаддес болсын. Патшалығың келсін. Аспанда орланғандай жерде де еркін орлансын. Әр күнгі нанымызды бері көр. Біздерге күнә істегенлерді кешіргеніміздей, біздердің де күнәларымызды кешіре көр. Біздерді азырлуға апармай, жауыздықтан сақлай көр. Sorаңлар, аласызлар. Ізлеңлер, табасызлар. Есті қағыңлар, ол ашылады. Себебі әр бір сұраған алады. Ізлеген табады. Һәм есік қаққанға ашылады. Қандай әке баласы мәйек сорасы шаян береді. Балық сорасы жылан береді. Өздеріңіз жаман бола тұра. Балаларыңызға жақсылық беруді білсеңіз,
аспандағы әкеде өзінен сұрағанларға мұхаддес рухты беруі сөзсіз. Сіздерге айтатуының, не жейміз деп жаныңыз үшін, не киеміз деп, денеңіз үшін ташленбеңдер. Жан ауқаттан дене киімнен артық қой. Құсларға қараңлар. Олар екпейді де, ормайды да. Олардың дән сақлағышлары, ғаллиқаналары жоқ. Бірақ Құдай оларды асырайды. Ал сіздер болсаңыз құслардан қаншалық қымбаттысыздар? Араңызда кім тәшлену арқалы өз өмірін ұзайта алады? Осы кішкене іс қолыңыздан келмесе, онда басқасы хақында неге ғам шегесіз? Мына гүлдерге қараң, олар қалай өсіп тұр? Олар еш минет етпейді. Сулайман да өз салтанатында ұслардың біреуінде сәнлі киінбеген еді. Егер Құдай бүгін далада өсіп тұрған бірақ ертең отқа тасланатын шөпті ұслай киіндірсе, сіздерді олардан да артығырақ киіндірмес пе еді? Сенімі азлар. Ұстаз, сеніміміз арттыр. Егер сеніміз қышқыл тұқымындай ғана болып, бұл тұт ағашына тамырмен қопарылып теңізге отырғызыл десеңлер, ол тыңлаған болар еді. Азғыллардың болуы мүмкін. Бірақ олар кім арқалы келсе, сол адам хәсірет шегеді. Ол адамның мына кішкенелердің біреуін азырғаннан көре, мойнына тығырман тасты байлап, теңізге тасланғаны оған жақсырақ болар еді. Құдай патшалығы неге ұқсайды? Ол бір адамның алып, өз бағына еккен қышқыл тұқымына ұқсайды. Ол өсіп, терек болып, шақаларына көктегі құстар ұшып келіп, ұя салады. Оның не айтып тұрғанына түсінбедім ғой. Неге салықшылар һәм күнәкарлар менен ішіп жеп отырыпсызлар? Шпакерге дені саулар емес, ал аурулар мүтәж. Мен әділдерді емес, ал күнәкарларды тәубеге шақыру үшін келгенмін. Құдай патшалық хақында айтың. Ол жерде және не бар? Әзиздерім, қорқпаңлар. Әкеңіз сіздерге патшалықты беруге разы болды. Мал мүлкіңізді сатып қайыр садақа беріңлер. Өздеріңізге тозбайтон қалта іслеп, аспанда таусылмайтон ғазине жинаңлар. Ол жерге ұры жақынламайды. Күйеде түсіп жемейді. Байлығыңыз қай жерде болса, кеуліңіз де сол жерде. Hayal, dərtini azad bulasan. Қараңлар, ол шпа тапты. Ол қарамақ қой. Ол шпа тапты. Қараңлар. Ием, саған шүкір. 18 yıllık dertten azat kıldın. Жұмыс істеу үшін 6 күн бар. Емленуге шембі күні емес. Ал сол күнлер келсеңлер де болады. Екі жүзділер. Шембі күні болса да өгізіңізді я ешеңізді қордан шешіп алып, суғаруға апармайсыз ба? 18 жыл шайтан байлап қойған Ибраимның мына қызы шембі күні бұл байлаудан азат қылу керек емес пе еді?
игілікті ұстаз. Мәңгілік өмірді мирас етуім үшін не қылуым керек? Неге мені игіліклі дедің? Тек Құдай ғана игіліклі ғой. Бұйрықларды білесің ғой. Неге адалығын бұзба, адам өлтірме, ұрлық істеме, жалған қуалық берме, ата-анаңды hürmetle. Бұлардың әммесін жас уақытынан бері орынлап кетірман. Саған және бір нәрсе жетіспейді. Өзіңде барын сатып ақшасын шарыларға үлестір. Сонда ғазинің аспанда болады. Соңынан келіп маған ер. Мен саудагермен ғой. Әм жүда байман. Байлардың Құдай патшалығына кіруі қандай қиын. Бай адамның Құдай патшалығына кіруінен көре түйеге иіненің көзден өту аңсатырақ. Онда кім құтқарылады? Адамның қолынан келмеген іс Құдайдың қолынан келеді. Құдай патшалығы қашан келеді? Айтшы. Құдай патшалығы сіздер ойлағандай болып келмейді. Оны ешкім, міне, бұл жерде, я ана жерде демейді. Себебі ол сіздердің ішіңізде. Адам ұлының күллерінің бірін болса да көруді аңсайтын уақытыңыз келеді. Бірақ көре алмайсызлар. Себебі шағмақ шағып бүткіл аспанды жарқыратып жібергенде адам ұлы да өз күнінде солай келеді. Бірақ та істеп ол көп азап шегіп бұл әулет тарапынан қабылданбауы тиіс. Низамнан бір ноқат жоғалғаннан көре аспан һәм жердің жоқ болып кетуі аңсатырақ. Көп пайғамбарлар һәм патшалар көргенлеріңізді көргісі келген еді, бірақ көрмеді. Ескенлеріңізді ескісі келген еді, бірақ естпеді. Біздер не істеуіміз керек? Мұқаддес кітапта не жазылған? Оны сен қалай түсінесің? Ең болған Құдайыңды, бүткіл кеуілің, бүткіл жаның, бүткіл күшің, бүткіл ой көрісіңменен жақсы көр. Өзіңді жақсы көргеніңді жақынды да жақсы көр. Осылай істесең, мәңгілік өмірге ерсесең. Менің жақыным кім? Бірақ сол аскерлер емес қой. Патша кім? Бір адам Иерусалимнен Ерихоға кетіріп, қарақшылардың қолына түсті. Қарақшылар оның киімдерін шешіп алып, сабап, өлімше етіп таслап кетіпті. Тосаттан бір рухани сол жерменен жүріп, оны көріпті де жанынан өтіп кетіпті. Бір либилі де сол жерге келіп, оны көріп, ол да қасынан өтіп кетіпті. Бірақ бір самар әлі адам өтіп баратырып, оны көргенде жаны ашыпты. Жанына барып жарақаттарын май һәм шараппен жуып таңыпты. Оны ешігіне мінгізіп мейманханаға алып келіп, оған қамқорлық көрсетіпті. Ертеңіне кетіп баратырып 2 динар шығарыпты да мейманхана иесіне беріп, оған жақсылап қара. Егер бұнан артық қаржы шығарсаң, қайтып келгеннен соң төлеймін депті. Енді осы үшеуінің ішінде қайсысы қарақшылардың қолына түскен адамның жақыны болады деп ойлайсың? Оған мейірімділік көрсеткен. Сіздер де солай істеңдер. Кішкене балалардың маған келуіне рұқсат беріңдер, оларға тосқынлық жасамаңдар. Себебі Құдай патшалығы осындайлардікі. Сіздерге шынын айтамын. Кімде-кім Құдай патшалығын кішкене бала сияқлы қабыл етпесе, ол оған кіре алмайды. Кімде-кім бұл баланы менің атымшы қабыл етсе, оның мені қабыл еткені болады. Ал кімде-кім мені қабыл етсе, оның мені жібергенді қабыл еткені болады. Себебі араңызда кім ең кішкене болса, сол ең ұлы болады. Ай, өтіп баратырған кім? Насыралы Иса өтіп барады. Иса! Иса!
Davud'un urbağı. Bağan rehmiyet. Sen үшін не істеуін қалайсың? Gözlerim körsün. Көздерің көрсін. Сенімің сені құтқарды. Körüp durman. Men körüp durman. Karamat. Соңынан Иса Иерусалимге қарай кетті. Оны барлық жерде көп халық күтіп алды. Оннан құтқарылу жолын көрсетуін һәм Құдай патшалығы хақында хақиқатлықты айтып беруін өтініш етті. Bu adam hakikatten de peygamber. Ol iyem, bizlerdi kutkar. Bizlerdi qutqarayım. Xudayga shukr. Xudayga shukr. Жол көрсет, iyem. Исаны күтіп алған халық оны өзлерінің құтқарушысы һәм ұстазы сипатында қабыл етті. Ерихода Захай атлы бір салықшы бар еді. Ол Исаны қатты көргіскендіктен оны анық көру үшін терекке мініп алды. Захай төменге түс. Бүгін мен сенің үйіңе бараман. Менің үйіме? Ey, onun үйіне кім баратығын еді? Захай Исаны қаяқтан таниды екен? Тыңлаңлар. Мал мүлкімнің ярымын жарларға бөліп беремін. Кімнің хақын жеге болсам, 4 есе артығыменен қайтарып беремін. Көздеріме сенбеймін. Сарықшының өзі қайтарып беріп атыр. Ау, мұнауым жаңалық қой. Бүгін бұл үйге құтқарылу келді. Себебі бұл адамда Ибраимның ұрпағы ғой. Адам ұлы адасқанлар тауып құтқару үшін келді. Тыңлаңлар. Міне біздер Иерусалимге баратырмыз. Сонда пайғамбарлардың адам ұлы туралы жазғалардың әммесі орыланады. Ол басқа миллет адамларына ұстап беріледі. Олар үстінен күліп, масқаралайды, бетіне түпіреді. Әм қамшылап сабақ өлтіреді. Үшінші күні ол қайта тіріледі. Өзінің адамлардың күнасы үшін өлтірілетігін білсе де, Иса Иерусалимге қарай жолға шықты. Көплер оның келгеніне қуанысты, һәм оны патша деп жариялады. Şakirtlerine tıyım sal. Sizlerге айтатығынам. Олар үндемей қалса таслар бақырады. Саған тынышлық һәм аманлық болсын.
Иса Иерусалимге жақынлап, оны көргенде жылап жіберді. Ох, Иерусалим, тынышлығыңның қадірін әзір білсең еді, бірақ бұл саған құпия. Сенің дұшпанларың келіп, жан-жақтан қысады, сені қоршау үшін бекіністер жасап, саған қарғын салады. Сені һәм балаларыңды жер менен жексен қылып, сенде тас үстінде тас қалдырмайды, себебі сен Құдайдың саған келген уақытын білмедің. Сол күндері Иерусалимдегі ибадатхана дуа ету орны емес, ал сауда орнына айланған еді. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 33, 34, 35, 36, Dua ететін үй болады делінген, ал сіздер оны қараштар ұясына айландырдыңлар. Низам мұғалімлері һәм ақсақалдар арасында наразылық күшейді. Себебі халық Исаны патша деп атады. Көпшіліктің оны патша деп атап жүргеннен хабарым бар. Патша деп? Орған бұзықлардың патшасы. Бұндайларды көргенбіз. Олар келіп кете береді, һәм сом ұмыт болады. Адаспаңлар, оның өзіне ерушілі көбейбекте. Адамдар бұған сенеді. Оны патша деп санайды. Сіздерді және ескертіп қоямын. Егер тәртіпсізлік ұслай давам ете берсе, сіздер жауап бересіздер. Мүмкін ол хақ шығар. Бұл Галилалыны тоқтату керек. Бас руханилер, низам мұғалімлері һәм халық ақсақаллары оны өлтірмекші болды. Бірақ бұл ойын қалай іске асыру керектігін білмеді. Себебі бүткіл халық оның ізінен қалмай сөздерін тыңлайтын еді. Bir күні Иса ибадатхананың садақа құтысына бір жесір хаялдың 2 тиын салғанын көрді. Міне, бар жоқ екеу. Неге бұншас? Шынын айтаман. Бұл ғарип жесір хаял һәммесінен де көп салды. Себебі бұлардың һәммесі өз байлықларының ауысқанын салды. Ал бұл хаял жарлы болса да, күн көрісіне керекті барлық ақшасын салды. Айтшы, бұл істерді қандай билікпен істеп жүрсең? Саған кім билік берді? Мен де сіздерден бір нәрсені сұрайын. Айтыңларшы, Яхияның билігі Құдайдан ба, я адамнан ба? Не десек екен? Егер Құдайдан десек, онда біздерге неге оған сенбедіңдер дейді? Адамнан десек, онда халық біздерге тас атады. Олар Яхияны пайғамбар деп санайды ғой. Қаяқта екенін білмейміз. Мен де сіздерге кімнен билік алғанымды айтпайман. Bir адам жүзін бағын отырғызыпты. Оны диқанларға ишараға беріп, өзі ұзақ уақытта үйіне кетіп қалыпты. Терім мәусімі келгенде, бағдан өзіне тиісін берсін деп,
Dihqanlarga xizmetsin жіберіпті. Бірақ dihqanlar оны ұрып қуып жіберіпті. Ол басқа қызметсін жіберіпті. Олар оны да ұрып, масқаралап, құры қол қайтарыпты. Ол және үшінші жіберіпті. Бірақ олар оны да жарадар етіп қуып жіберіпті. Сонда жүзім бағының иесі не қылсам екен? Сүйіклі ұлымды жіберейін, оны hürmet етер депті. Бірақ dihqanlar оны көріп өзара ойласып, бұл мирас қор ғой. Жүріңдер, оны өлтіріп мирасы елге тектесіпті. Айт бізлерге. Сөйтіп оны жүзім бағына сыртқа шығарып, өлтіріпті. Енді жүзім бағының иесі оларға не істейді? Ол келіп сол dihqanларды шоқ қылып, жүзім бағын басқаларға береді. Ондай болса мұхаддес кітапта құрылысшылар керексіз деп тастаған тас үйдің мешінің текары болды дегеннің мәнісі не? Сол тасқа түскен әрбір адамның шыл пәршесі шығады. Тас кімнің үстіне түссе, соны шеншіп тастайды. Ұстаз, хақиқатты айтып, тәлім беріп атырғаныңды, ешкімнің бет жүзіне қарамай, Құдайдың жолын үйретіп атырғаныңды біздер білеміз. Айтшы, Қайсарға салық төлегеніміз низамға қарсы ма, я қарсы емес пе? Абайлы бол, сөзіңне тұтажақ. Маған динарды көрсетіңлер. Онда кімнің суреті әм аты бар? Олай болса патшаныкін патшаға беріңлер. Құдайдыкін Құдайға беріңлер. Қайда дейсек? Құтқарылу байрамының қозысы шалыну керек болған. Аштықсыз нан байрамы да жетіп келді. Барыңлар, біздер үшін құтқарылу байрамының асын тайырлаңлар деп, Иса Петр менен Юханды жіберді. Азап шекпесінен бұрын бұл байрам асын сілермен бірге жеуді қатты қалеген едім. Шынын айтаман. Бұл Құдай патшалығында орынланбағанша мен бұл асты енді жемеймін. Біздің Құдай иеміз, патшалар патшасы. Осы жүзім жемісін бергеніңе шүкір. Алыңлар, өзара бөлісіп ішіңдер. Себебі мен енді Құдай патшалығы келмегенше жүзім ішімлігін ішпеймін. Біздің Құдай иеміз, патшалар патшасы. Нан бергені үшін шүкір. Бұл сіздер үшін берілетін менің тенем. Мені естіп тұруыңыз үшін ұслай істеңдер. Бұл кесе менің сіздер үшін төгілетін қанымменен бекілетін жаңа келсім. Міне, мені сататын адамның қолы менің қолыменен бір дастырғанда. Адам ұлы Құдай алдын ала белгілеген жол менен баратыр. Бірақ оған сатқылық қылушы хәсірет шегеді. Ол мүмкін емес. Оны кім істеуі мүмкін? Біздердің арамызда бұндай адам жоқ. Ем, сатқызым кім екенін айт.
араңызда ең үлкен болған ең кішідей болсын. Кім басшы болса, сол қызметшідей болсын. Қайсы бір ұлы? Дастұрхан басында отырған ба? Ямаса қызмет етіп тұрған ба? Дастұрхан басында отырған емес пе? Бірақ мен сілердің араңызда қызметші деймін. Сынаулардан өткен уақытында сілер менің бірге болдыңлар. Әкем маған патшалық билігін бергені сияқлы, мен де сілерге патшалық билігін беремін. Патшалығымның дастұрханы атрапында ішіп жейсілер. Тақларда отырап, Исраилдің 12 руын үкімет етесілер. Демек, арамызда сатқын жоқ қой. Симон, тоқта. Адамлардың бидайды кепшікпен желпігендей. Шайтан сіздерді сынап көру үшін ұрсат сұраған еді. Бірақ мен сенімің таусылмасын деп сен үшін дуа еттім. Маған қайтып келгеніңде туысқандарыңа күш қуат бер. Ием, сеніңмен бірге қамаққа да, өлімге де баруға таярмын. Петр, саған айтатыным. Бүгін қора шақырмастан бұрын менен 3 мәрте танасаң. Мен сіздерді ғарешетсіз жібергенде не нәрседен кемшілік көрдіңдер? Еш нәрседен. Ал енді кімнің дорбасы болса, оны алып жүрсін. Кімнің қылышы болмаса, киімін сатып қылыш алсын. Менің айтатығыным, мұқаддес кітапта ол жинайшыларға қосып саналды деп жазылған. Себебі мен туралы жазғанлар орынланбақта. Ұстаз, міне 2 қанжар бар. Сол жетеді. Бас руханилер һәм зам мұғалімлері Исаны хилеменен қолға түсіріп, оны өлтірмекші еді. Сонда 12 шәкіртінің бірі болған Яхуда Искариоттың ішіне шайтан кірді. Ол Исаны ұслап беру үшін бас руханиге барады. Сол уақытта Иса дуа ету үшін Зайтун тауына барды. Азғырылмауыңыз үшін дуа етіңдер. Тек қана 30 күміс теңге үшін Яхуда Искариот Масихты сатты. Иса өзінің өлімінің жүдә жақын қалғанын, адамлардың күнасы үшін өлетігінің біліп, дуа ете баслады. Әке, егер сен қалесең, бұл азап кесісін менен өткіз. Бірақ менің емес, сенің еркің орынлансын. Сонда аспаннан бір періште көрініп оған күш берді. Оның тері жерге тамған қан тамшылары сияқлы еді. Неге ұйқылап атырсызлар? Тұрыңлар. Азғырылмауыңыз үшін дуа етіңлер.
Яхуда. Адам ұлын сүйіп тұрып оған сатқылық істесем бе? Ем, қанша мен шауып тастайық па? Оны қолға алыңлар. Тоқтатыңлар, жетер енді. Бұл таңқаларлық қарамат. Жинаятшыларға қарсы шыққандай болып қылышам шоқмыр алып келіпсіз. Әр күні сіздермен бірге абадатханада болғанда маған қол көтермедіңлер. Бірақ енді заман сіздердікі. Әзір қараңғылық үстемлік етеді. Тұтқынға алыңлар. Ondan gözünüzü ayırma. Askerler İsa'nı havluga alıp barıp, onu maskaralap ura başladı. Ne o paçanın kiyeme? Ne buladığının bizlerge de aytış? Kulluk karışı, sen bizlerde karasan ba. Bolda İsa meni birge edi. Yo'q, men uni tanimayman. Olardı birge ko'rgan edim. Senin kılalgış kullarınmız. Hürmetpen qarasa kevulga chaqadi ekan. Sen de solardın bireysen. Yo'q, o emas. Kulak salınlar. Ol da İsa'nın birge yedi. Ol da Galilalı. Koysa. Ne aytып тұрғанды түсінбедім. İsa burulup Petrге қарағанда, еміздің бүгін қораш шақырмастан бұрын сен менен 3 мәрте танасаң деген сөзі Петрдің есіне түсті. Ем, мен күнәкарды кешір. О, қандай күнә істеп қойдым, ем. Мені кешіруді жалынып соранаман, ем жалынама. Ем, сенің сөзіңді қабыл қылмаған уақытта да, сен біздердің бабаларымызды кешірдің ғой. Әтті, оларға ғазапленсең де, оларды жоқ қылмады ғой. Оларға деген сүйіспеншілігің hem келісімің себеплі. Оларды аядың ғой. Seni kim vurdu? Ayt. Bolşa. Şimdi kim vurdu? Тоқтатыңлар. Тоқтатың деймен. Оны кеңеске алып барыңлар. Gel. İsa'дан сұрап алу үшін руханилер кеңесі шақырылды.
Айтшы, sen masihpsan. Егер айтсам, сіздер сенбейсіздер. Егер сіздерден сұрасам, жауап бермейсіздер. Ендігіден бұлай адам ұлы Құдайдың оң жағына отырады. Сонда сен Құдайдың ұлысың ба? Сол екенді өзің айттың. Бұндай деп айтуға оған кім құқық берген? Айыпкер. Оның не айтқанын барлығымыз естік. Biz onu Pilat'a alıp baramız. Дұрыс, оны үкім ету керек. Жүр. Олар оны Римнің қатал хәкімі Понтий Пилатқа алып барды. Оның бұйрығы бойынша мыңлаған адамлар атанаға қашқа шегеленген еді. Таң азам менен менде қандай жұмысларыңыз бар еді? Біздер оның қалыпты жолдан азғып жүргенін көрдік. Ол Ибадатханадағы базарда халыққа қозғалаң салды. Оның жазасы қандай болады? Оны қамап тастан. Бұл адамнан ешқандай айып таппай тұрман. Ол айыпкер. Ол патшаға салық төлеуге қарсы шығып, өзін масихпан, яғни патшаман деп атайды. Патша? Сен яһудилердің патшасымсың? Өзің айтып тұрсаң. Sen Galila'dan başlap ısı жерге дейін жетті. Галилада? Сен Галилалысың ба? Олай болса, оның менен Херод шұғыллансын. Әзір Херодтың өзі де Иерусалимде емес пе? Херодқа алып барыңдар. Солай айтып сен өзіңді кім деп атадың? Шәкіртлер деп ат бергенлерің кімдер? Сені караматлар көрсете алады деседі? Маған да біреуін көрсет? Мырза, ол барлық адамлардың ақыл ойын улап жүр. Өзін патша деп атайды. Патша? Ол патша ма? Мәртебелі мырзамыз. Жазалаң оны. Пилатқа алып барыңлар. Бұл жер оның қарамағында. Бұл адам өлімге лайықлы іс істемеген. Мен оны жазалап, азат қыламан.
bayramga байланысты bir tutqunni bosatib жіберуіңіз шарт. Siz bizga Barabbani bosatib bering. Bizga Barabani шығар. Оны атана қағашқа шегелет! Onu atana ağaçka şekelet. Оны sen сабайсың. Pilat, sen neni tuttursan? Ол құтқарушы ғой! Onu niye azaplamazsın? Орнынан тұрғызың. Олар ұсылай бақырсып, Исаны атанақ ағашқа шегелетуді талап етті. Пилат та Исаны өлім жазасына бұйырды. Аламанның қалеуі бойынша қозғалан көтергені һәм адам өлтіргені үшін қамалған Барабаны босатты. Ал Исаны атанақ ағашқа шегелеу үшін оларға тапсырды. Tarqalыңlar! Кейінге! Жолдан қаш! Жол бар! Шықсana! Қаш деймін! Кім бәті бар? Тұр орныңнан! Қашсana! Atın kім? Bileneli Simonman. Karet sardı mı? Arkanı kesinler. Sen götürüp barasın. Dur. Dur değil mi? Gitsene. Git değil mi? Gidiyorsun be. Gel, taş. Gel. İyiyim. Bizler siz üçün şılayımız. Şılayımız. İş. İş iyiyim. Yürüselim kızlar. Men үшін жыламаңлар. Өздеріңіз һәм балаларыңыз үшін жылаңлар. Себебі жап-жасыл ағашқа ұсылай істесе, қураған ағаштың халы не кешеді? Seni Құдай құтқарсын. Bizler senin için dua etemiz. Elma, dur. Kızım. Kızım. Yendi seni jür. Hareketine kıymında. Tez. Kızım. Kozal değil mi? Tez. Yendi seni jür. Jür tez.
арқанды босатыңдар. Әке, оларды кешіре көр. Олар не естіп отырғанын білмейді. Басқаларды құтқарды, енді өзін өзі құтқарсын. Егер сен Масих болсаң, өзіңді құтқар, төс атанақтан. Өзің үшін карамат істе. İsa екі қарақшының ортасына шегеленді. Солай етіп, бұннан жүздеген жыл бұрын айтылған пайғамбаршылық сөз орынланды. Бұл әпуайы киім емес, караматлы киім. Маған берің. Аспай тұрың, жұртпаң! Қане оған шек Аспай тастар. тұрың, жұртпаң. Қане оған шек тастайық. Қане. Сен бақытсыз адамсың да. Бар, соның ішін жүрседі. İsa'ның бас бетіне бұл яһудилердің патшасы деген жазуы бар тақтайды қағып қойды. Егер сен яһудилардың патшасы болсаң, өзіңді құтқар. Егер сен рас Масих болсаң, өзіңді де, біздерді де құтқар. Құдайдан қорқпайсаң ба? Ешқандай жаманлық қылмаса да сендей жазаға тартылған ғо. İsa, патшалығыңа келгенде мені есіңе ал. Сөз беремін. Бүгін ақ менің бірге жәннетте боласың. Түслер шамасы еді. Saat 3'lerge дейін бүткіл жерді қараңғылық қаплап тұрды.
Газ сөнүп калып, өбөтатканадагы перде как ортасынан бөлүндү. Әке, сенің қолыңа рухымды тапсыраман. Болган вакыяларды көрген жүзбасы Кудайды алгыслап былай деди. О, Құдайым, бұл хақиқаттан да әділ адам екен ғой. Кеңестің қарары менен ісінде қатынаспаған һәм кеңес ағзасы болған, Құдай патшалығын күтіп жүрген жақсы һәм әділ Юсуп атлы бір адам бар еді. Юсуп Пилатқа келіп Исаның денесін сұрады. Бұл таярлық күні болып, демалыс күні жақсылап қалған еді. Кешірерсіз, біздер иеміздің денесі үшін келіп тұрмыз. Яқшы болады. Тездетейік. Демалыс күні жақылап қалды. Екшембі күні таярлап қойған қош иісті майларын алып, аяллар таң сәһәрде қабірге келді. Олар қабірдің аузындағы тастың алып тасланғанын, ал ішкерге кіргенде Исаның денесінің ол жерде жоқ екенін көрді. Сіздер не үшін тіріні өлілер арасын іздеп атырсыздар. Ол бұл жерде жоқ, ол қайта тірілді. Оның сіздерге адам ұлы күнәкарлар қолына ұсталып беріліп, атанақ ағашқа шегеленеді, һәм үшінші күні қайта тіріледі дегенін еске түсіріңдер. Қарасақ, иеміздің денесі жоқ екен. Рас, жоқ. Иеміздің денесі жоқ. Бірден жарқыраған киімлі екі періште пайда болып, біздерге, сілер неге тіріні өлілер арасынан ізлеп атырсызлар, деді. Бұл хақиқат? Сеніңдер, бұл хақиқат. Қабір бос болып, ол жерде біздің иеміздің денесі жоқ еді.
Петр, сен бізге сенуің керек қой. Еміз Иса өзінің екі шәкіртіне көрінді. Әм олар таң қалысып бұны басқаларға айтып берді. Еміз хақиқатында да қайта тірілді. Ол Симонға көрінді. Ол біздермен бірге жүрді. Оны танымадық. Оны нанды сындырғанда танып қалдық. Ема ұста, ол жерге неге барды екен? Ассаламу алейкум. Неге албырап тұрсызлар? Неге күмәнлі ойларға берілесіздер? Міне, қолларым менен аяқларыма қараңлар. Бұл менің өзіммен. Сіздер көріп тұрғандай аруақта ет пенен сүйек болмайды ғой. Сіздер менен бірге болғандағы айтқанларым міне осы. Мен туралы Тауратта пайғамбарлардың жазуларында һәм Забурда жазылғанлардың һәммесі орындалу тиіс. Бұлай деп жазылған. Масих азап шегіп, 3-ші күні қайта тіріледі. Иерусалимнен бастап, һәмме халықтарға оның аты менен тәубе ету һәм күнәлардың кешірілуі жарияланады. Сіздер бұларға куәсізлар. Мен әкемнің уәде еткен сіздерге жіберемін. Бірақ сіздер жоғарыдан бұл құдіретті алғанға дейін осы жерде болыңлар. Сіздерді Құдай жарылғасын. Маған аспанда да жерде де бүткіл билік берілген. Сондықтан да барып барлық халықтарды маған шәкірт қылыңлар. Оларды әкенің, ұлдың һәм мұхаддес рухтың атына шомылдырып, менің сіздерге бұйырғанларымның һәммесін орындауды оларға үйретіңдер. Мінекей, мен дүнияның ақырына дейін һәмме уақыт сіздерменен бірге боламын. Аумин. Құдай мұхаддис кітапта Масихтің келетұғыны һәм дүнияның құтқарушысы болатұғыны туралы жариялайды. Исаның өмірі хақиқаттан да пайғамбарлар алдын ала айтқан адамның сол екені туралы куәлік береді. Ишая қыз хәмледар болып ұл туады деп алдын ала айтқан еді. Арадан әсірлер өткеннен кейін Исаның туылуы осы пайғамбаршылықтың орындалуы болды. Мұхаддис кітап, мұхаддис ұл туылып, ол Құдайдың ұлы деп аталады деп жариялайды. Яғни Иса денеде емес, ал рухи мәністе Құдайдың ұлы деп аталады. Біздер оның қалай өмір сүргенін көрдік. Ол адамлардың ауруларына шифа берді. Олардың күнәларын кешіріп, Құдайға алып келді. Һәм олар үшін аспаннан орын таярлауға уәде берді. Ол адамлардың орнына олардың күнәсі үшін құрбан болды. Һәм өлімді жеңіп, қайта тірілді. Иса былай деген еді: жанымды менен ешкім тартып ала алмайды, бірақ мен оны өзім беремін. Исаның өмірі тек қана пайғамбарлардың жазуларын орындап қана қоймай, соның менен бірге Құдайдың мұхаддес сөзінің хақиқатлығын тасдиқлады.
Пайғамбарлар былай деп жариялаған еді. Құдайдың сөзі жоқ болып кетпейді. Құдайдың сөзі мәңгілік. Исаның өзі былай деген еді. Аспан менен жер жойылады, бірақ менің сөздерім ешқашан жойылмайды. Иса дәулетлі өмір беру үшін келді. Бірақ адам Еден бағында Құдайға бойсынбаған уақытта ол өз жолы менен кетуді таңлады, һәм оның бұл әрекеті оны жаратушысынан айырды. Мұхаддис кітап һәмме гүнә істеген, һәм гүнәнің төлемі өлім деп айтады. Бұл рухи өлім, яғни Құдайдан мәңгіге ажыралуды білдіреді. Құдай Ибраимның ұлының орнына қошқарды құрбанлыққа шалу үшін жібергеніндей, Иса Масихты біздердің орнымызға құрбан болуға жіберді. Оның өмірі, өлімі һәм қайта тірілуі оған сенгенлердің һәммесі үшін Құдай менен байланысты қайта тікіледі. Енді Исаға сенгенлер тек қана кешіріліп қоймай, Құдайдың хүмінен де құтқарылады. Олар құтқарылғанына һәм жәннетте Құдай менен мәңгі бірге жасайтығынына толық середі. Бүгін Иса әр бір адамға гүнәнің күшінен һәм айыпкерліктен азат болған өмірді ұсынады. Бұл дінге кіруді емес, ал міне, мен қапы алдында қағып тұрман. Егер кімде-кім дауысымды естіп, қапыны ашса, оның үйіне кіремен деп айтқан, Исаға сенуді таңлау дегенді білдіреді. Бұл Құдайға жүз бұрып, Исаға жүрегімізге кіруге рұқсат беруді, оннан гүналарымызды кешіруін, һәм өзі біздердің қандай болғанымызды қалесе, сондай етіп өзгертуін сұрауды білдіреді. Оны ақыл, ой пікір, ямаса сезім менен қабыл ету жеткіліксіз. Біздер оны өз еркімізбенен һәм Құдайдың мейірімі себеплі берілген оған деген сеніміміз арқылы қабыл етеміз. Адамлар құтқарушы Исаға еруге таяр болғанда, Исаға қарата афуай дуа етеді. Мүмкін сіз әзірақ өз өміріңізді Құдайға ашу үшін таяр шығарсыз. Егер олай болса, жүрегіңізде тыныш қана дуа етуге қосылуыңызға болады. Ием Иса, мен саған мүтәжбен. Менің күнәларым үшін атанақ ағашта өлгеніңе миннеттармын. Мен күнәларымды мойындап тәубе етемін. Мен саған өмірімнің қапысын ашаман, һәм сені өз құтқарушым, һәм ием деп қабыл қыламан. Менің күнәларымды кешіргенің, һәм маған мәңгілік өмірді берген үшін миннеттармын. Менің қандай адам болғанымды қалесең, сондай етіп өзгерт. Себебі мен сенің ізіңе ергенлердің бірі болдым. Аумин. Иса өзіне ергенлерге былай деді. Менің қойларым даусыма құлақ асады. Мен оларды білемін, олар менің ізіме ереді. Иса уәде еткен дәулетлі өмірге ерісу үшін, оған ергенлер әр күні дуа ету арқылы Құдай менен байланыста болады. Оның сөздерін оқиды, һәм тыңлайды. Олар ол хақында басқаларға айтады, һәм оны сүйіп, оған ергенлер менен бәрқұлла ұшырасып тұрады. Оның мына ажайып уәдесін есте сақла. Маған аспанда да, жерде де бүткіл билік берілген. Мен дүнияның ақырына дейін һәмме уақыт сіздер менен бірге боламын.